Баршаңызға да сәлем. Әңгіме ұнап жатса комментарий жазып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мені сол арқылы қолдап отырасыздар. Өтірікші ана. 8 жасар қыз баланың анасы қайтыс болады. Әкесі 2 жыл өтпестен басқа келіншекке үйленеді. Бір күні әкесі қызына: "Қызым, сенің бұрынғы анаң мен қазіргі ананың қандай айырмашылықтары бар екен?" деп сұрайды. Қызы: "Бұрынғы анам өтірікші, ал қазіргі анам шыншыл екен" деді ол. Әкесі: "Қалайша?" деп таңдана сұрайды. "Бұрынғы анамды ренжітсем, ол маған: сен мені өкпелете берсең, саған тамақ бермеймін дейтін еді. Мен одан сайын ренжіте беретінмін. Ал ол болса мені ауылда шарлап, іздеп жүріп, тауып әкеліп тамақ жегізетін. Ал қазіргі анамды ренжітсем, егер мені ренжітсең, тамақ бермеймін дейтін еді. Сондықтан 2 күн аш жүремін. Бұрынғы анам: енді жылама, жыласаң далаға лақтырып жіберем дейтін еді. Бірақ мен еркелеп жылай беретінмін. Анам мені ұрмай, соқпай, бауырына басып: жылама, қай жерің ауырады, кім тиісті деп жұбатып алатын еді. Қазіргі анам ұрам дейді де шынымен ұратын. Бұрынғы анам үнемі өз ыдысындағы етті маған беретін еді. Сіз неге жемейсіз анашым деп сұрағанда: жаным, мен етті жақсы көрмеймін дейтін еді. Ал қазіргі анама менің ыдысымда неге ет жоқ десем: көп сөйлемей, берген тамағыңды іш. Барлық адамдар етті жақсы көреді. Еттің бәрін сен жесең, сонда біз не жейміз дейді. Әке, сонда бұрынғы анашым бәрін өтірік айтқан ба? Ол да етті жақсы көрген екен ғой. Әке, сіз жылайын деп отырсыз ба? Жыламаңызшы деп әкесін қатты құшақтап алады. Әкесі де қызын бауырына алып: жаным, отақаным деп шыдай алмай, ол да жылап жібереді.